Орта қалыма коратыгар терроризмы утары үйері қытылынна. Манна беги коллегавыд Александра Хабычарова хыртта. Харсарда онаңар часқа полиция отделениятын жуғырнай чағығар қолыма сынелан кейінен террористар ұлбыттарын тұғынан ехетінлері келді. Маннығыз қоғаннақ полиция сотрудниктарығар бүгін үйері қытылынна. Поступил учебный сигнал «Полынь». Бүгінлерген әхіленне үгісетті андойдуға тақсы тұрар балығанияны көре біле істәғыл жабыт. Онуға әлбақ жонмыстар объекттарығар көміскелләқ болуыны қатшыйы полиция сотрудниктарын сүріне бәхінестері боларынан террору утары сәретер үлі күйірер. Учение вот это «Полынь», Среднеколымский район день. Именно бұл учение онлар день. Проверка учреждения, проверка района к готовности антитеррористической защищенности дем было. Бүгін бейбі ұртақылымы коратыгар захват заложников тен учение работ. Одна каттар жоннар отдел личного состава, Сюрбағаские каттар. Полиция бағарнай час байыстыра суғал көмес ұлыспата, оны сәрге қорат тәрілттелер күттілақтыры әхін түмігінен өрақ күттілақтара құттал соғыр түбәлтетігер үрдік бәлемнәқтерін көрдірділер. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Орта қалыма.